Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздермен жаңа жылдық мерекелеріңізге, дастархандарыңызға өте керемет, дәмді әрі сәнді болып көрінетін алатау салат рецептімен бөлісемін. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Онда бастадық. Алдымен свежий бадыреңдерімізді турап аламыз. Бұл жерде 2 штук бадырең. Сіздерге толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Осы сіздерге берген құраммен, рецептпен 2 штук тарелкадағы үлкен тарелкада шығады салаттың рецепті. Сіздер өздеріңіз көптеу етіп жасайын десеңіздер, 2 есеге көбейтіріп рецепті жасасаңыздар болады. 2 штук помидорымызды турап аламыз. Және де өздеріңіз ұнатқан кез келген колбаса түріні тура осылай барлығын бірдей етіп турап аласыздар. Жалпақтау етіп. Бізде ең керемет әрі тез дайын болатын салат рецепті міндетті түрде отбасыларыңызды, балдарыңызды қуантып жасап беріңіздер. Енді бізде бұл жерде қатты сырдың майдаланып езіліп кететін керек емес, сондай қаттылау болған дұрыс. Салаттарыңыз дәмді әрі керемет болады. Енді бізде бұл жерде чечил магазиндерде сатады. Бір чечилді ортасынан бөліп, соны тағы да 2-ге бөлеміз. Жартысын осылай қолымызбен жақсылап шаш ұсақтай болғанға дейін ажыратып алып салатымыздың ішіне саламыз. Енді бізде бұл жерге қайнатылған жұмыртқамыз бар. Жұмыртқамызды турап аламыз. Өздеріңіз қалағандай етіп турасаңыздар да болады. Менде кішкене бұл жерде майдаланып кетті. Енді дәмдеріңізге қарай тұз саласыздар, және де майонез саламыз 2-3 қасық. Осы майонездің рецептіні мен өзімнің парақшамнан көрсеңіздер болады. Қолдан жасалынған 3 ғана заттан жасалынған майонез рецепті бар, көрсеңіздер болады. Магазиннен сатып алмай, өздеріңіз көріп жасай берулеріңізге болады үй жағдайында. Жақсылап араластырып алдық. Енді тарелкаларымызға сәндеп осылай салат жапырағын салып, әдемілеп салып аламыз. Салатымызды 2 тарелкаға бірдей етіп бөліп, дастарханыңыздың сәнін көркін ашатын өте дәмді керемет салат рецепті міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бетіне жаңға қалған кішкене сырымызды, чечилдің сырын, яғни осындай қолымызбен шаш сияқты етіп ұсақтап, бетіне алатауға ұқсатып, бетіне сәндеп қоямыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Міндетті түрде жаңа жыл дастархандарыңызға жасап көріңіздер. Қонақтарыңызға, үйдегілеріңізге ұнайтыны сөзсіз. Жаңағы айтып өткенімдей, осы рецепті 2 есе етіп ұлғайтып жазсаңыздар болады. Баршаңызға рахмет. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге парақшамда тағы да көптеген рецептілер бар, көрсеңіздер болады. Баршаңызға рахмет, сәттілік.